Мына ағылшын тілді деректерде ескі заман алты шаһар туралы дерек іздесең, мына Швецияның, Англияның миссионерлерінің, дін таратқыштарының Қашқарияға, Хотанға келіп, христианизмді таратқан ақпараттар шығады. Сондағы суреттер, ескі кітаптар шығады. Мен ол ескі кітаптарды Еуропада жүргенде көп оқыдым. Ізденіп, кітапханадан алдырып тұрып оқыдым. Оны 1001 сапарымда оның скриндерін жариялаған 1001 сапарды. Осында оқығанымда Оразбек бар, тағы оқыған біраз жігіттер біледі. Саматта бар, сол 1001 сапардан берілі. Мына өзіміздің осындағы бауырымыз бар Көкшетаудағы, бәрі біледі. Сонда мен мына алты шаһар халқы туралы батыс миссионерлер жазған ағылшынша деректерді аударып қысқа салып отыратын 1001 сапарда. Ол жерде бірде-бір рет ұйғыр деп аталмайды. Сосын мына ағылшын тілді деректерді іздесеңіздер, Google-ға жазып іздесеңіздер, бұл Chinese Түркістан деп аталған. Себебі сол кезде бұл Қытай империясына қарағандықтан жалпы орталық Азияны екіге бөлді. Central Asia, бірі Russian Түркістан, екіншісі Chinese Түркістан деп аталды. Бізді орталық Азияны жалпы Орыс Түркістан, аналарды Қытайға қарағандықтан Қытай Түркістан деп атады. Ал Шығыс Түркістан деген атау, бұл Шығыс Түркістан атауы орыс коммунистері ойлап тапқан атау. Шығыс Түркістан деген атау, бұл тарихта географиялық атау болып та, саяси атау болып та, тарихи атау болып та, сахнаға сол Шығыс Түркістан Республикасы құрылған кезден басталды. Бұл жерде Англияның Индия, Ауғанстан, Пакистаннан шегінуі, сол барыста өздері дереу қолдап Қашқарда анау 80-ші күндік уақыттық мемлекетті құра қоюы бұл орыстардың қатты алаңдауын туғызды. Себебі Англия жалпы Орта Азиядан, Үндістан, Пакистан, Кашмирден кетіп бара жатқан кез. Сол кезде Мек-Махон сызғын сызып, жанталасып Пакистан мен Үндістанды бөлшектеп деген сияқты өзінің былықтарын істеп кетті. Ал сонда олар осы Орта Азияға сөйтті. Бірінші Түркістанның атында ислам болды. Екінші Түркістанның атында ислам болған жоқ. Қашқарда құрылған уақыттық, сол 3 айға жетпейтін сол уақыттық мемлекеттің аты, жоғарыда қалың сілтемелерді лақтырдым. Ол Шығыс Түркістан Ислам Республикасы деп аталды. Жоғарыда қалың Википедиядағы қытайша, ағылшынша, орысша мәліметтерді қарасаңыздар тұр. Енді екінші Совет одағының қолдауымен соның қуыршақ билігі болып құрылған Шығыс Түркістан Республикасында ислам атауы жоқ. Енді білесіздер, орыстар жалпы Ялта келісімінен жеңіліп, Англия менен Американың қысымынан ыққандықтан Шығыс Түркістаннан бас тартты. Сөйтіп оны Қытайға өткізуге мәжбүр болды. Себебі Ялта келісім аясында олардың ешқандай үш елдің Ресей, Совет одағы, Англия, Америка жаңа территория қосып алмаймыз деп келісті. Себебі Америка мен Англия бірлесе отырып коммунизмнің, яғни Совет одағының ірге кеңейтуінің алдын алмақ болды. Сөйтіп Шығыс Түркістанның жөргегінде тұншығуы осы Ялта келісіміне байланысты болды. Анығында Шығыс Түркістан деген атауды орыстардың бұл регионға мәжбүрлеп кигізуінің себебі, олар ең алғаш осы жерде тәуелсіз республика құрып, оны Совет одағына қосып алғысы келді. Сөйтіп ең алғаш олар Алтайда Оспан Батырмен сөйлеседі. Оспан Батырдың жаңағы діни сипаты, оның бағынбайтын сипаты, коммунизмге қарсы сипаттарын қасындағы зиялылары бар Оспан Батырдың. Ол зиялылардың көбі Совет одағынан қашып барған, сол Шығыс Қазақстан жақтың зиялылары соның бәрін көріп Оспаннан бас тартады. Сөйтіп олар тарбағатайды, Шәуешекті ойлайды. Шәуешекке жіберген шпиондары, саудагерлер тексеріп көріп, Шәуешектегі тұлғаларды да дұрыс көрмейді. Сөйтіп олар Құлжа қаласын қазақ пен ұйғырдың ортасынан бастайтын орта деп ойлайды. Олар негізінде оңтүстік Шыңжаңнан бастайын десе, о жақтан тиісті лидерлер шықпайды. Қару-жарақ өткізу қиын болады. Оның үстіне оңтүстік Шыңжаңда анау
тұрақсыз региондар болған Ауғанстан, Пакистан, Кашмир арқылы Англия араласып кетеді деп ойлады. Сондықтан Англияның ықпалынан алыс Құлжа қаласында жасамақшы болды. Енді бұл жердегі әңгіме, бұлар бұны Ұйғырстан деп атамағандағы себеп, ұйғырлар тұрған регионнан бұлар күресті жасай алмады. Себебі ұйғырлардың отырықшылық сипаты, қалалық саудагерлік сипаты төңкеріске қолайсыз болды. Бір ұранмен атқа мінетін, қаны қызу, соғыстан қорықпайтын қазақ керек болды оларға. Себебі ұйғырлардың ешқашан соғысқа бармайтынын, бұғдай пішсін, тары пішсін, күз болсын, қонақты жұлып алайық деп отыратын мінездерін білді. Аграрлық халықтың мінезі. Ал көшпенді халық атына мінеді де кетеді болды. Оның бары да, байлығы да аты. Сондықтан ол бір көкөністің, дақылдың өнуіне қарап тұрмайды. Көктем келгенде ойбай жер жыртайық деп қаруын тастап, жер жыртуға, бидай себуге кетпейді. Сонымен олар Құлжаны таңдады. Ал Құлжаны таңдаған міндетті түрде ол жерде қазақты әскерлікке алады. Қалың іленің қазағы әскер болу керек болады. Ал қазақты әскерге алған жерге Ұйғырстан Республикасы деп атаса, қазақ көнбейді. Сонымен бұлар тыңнан ойлап, қазақ пен ұйғырдың басын біріктіретін қалпақ шығыс Түркістан деген ойлап тапты. Гәп осында жатыр. Соған анау Манас өзенінің бойында жатқан 12 мың әскердің 9 мыңы қазақ еді дейтін әңгіме содан шығады. Кейін шығыс Түркістанға жаңағы мемлекеті құрылып, Әкбар Сейіт батырлар соғысты бастап арты құрбан болған міне Ермек Кәрімбек керемет айтты. Ал артынан Оспан батырға жаңағы барып Алтай уәлаятының уәлилігін береді. Бірақ Оспан батыр артынан шығыс Түркістаннан бет бұрады. Неге? Шығыс Түркістаннан Оспанның бет бұруы шығыс Түркістанның коммунистердің қуыршақ екендігін Оспан білді. Шынайы ұлт азаттық күресін таңдады Оспан. Яғни бұл кездегі Оспанның күресі коммунизмге қарсы күрес бағытына қарай ойысты. Социализмге қарсы күрес бағытына ойысты. Сөйтті де Оспанның Гоминдаңмен одақтасуына барды. Себебі Совет одағы мен Қызыл коммунист Қытай Мао Цзедун одақ болды, ал Гоминдаң менен Америка одақ болды. Сөйтіп Американың жаңағы CIA-дің жаңағы агенті Доглас Маккернейннің үгіттеуіменен Оспан өзі қару-жарақты Америкадан алатын болады. Олар қару-жарақ теңіз арқылы жеткізіп, соны Оспанға жеткізетін болады. Соның барлық айналып келіп, Оспан анығында бұл жерде дүниежүзі екі-екіге жіктеледі. Совет одағы бастаған коммунистік үйек, Америка бастаған демократиялық үйек болады. Сөйтіп, Оспан батыр Америка бастаған демократиялық прогрессивті үйекке қосылады. Оспан батырдың шығыс Түркістаннан бет бұруы анығында ол кісінің таза ұлт азаттық күреске бет бұрғандығының белгісі. Анығында шығыс Түркістанның сөзсіз сатылатынын, жеңілетінін, коммунистердің қуыршағы болатынын Оспан батыр көрегендікпен, әулиелікпен, Құдай берген шексіз талантыменен Оспан батыр күні бұрын білді. Оспанның әулиелігі сонда, Оспан батырдың әулиелігі сонда. Кейін Оспан батыр сол Доглас Маккернейнді Тибетке баратын жолға салады. Доглас Маккернейн сол Америкадан қару-жарақ және қаржылық көмек, әскери көмек алып келетін болады. Өкінішке орай Далай-ламаның қателігінен, Далай-ламаның шекаралық әскер Далай-ламаның жіберген телеграмын көрмеген. Онда айтады, осындай адам келеді шекарадан өткіз дейді. Тибеттің күзетшісі басына керей тымақ киіп, түйе мініп келе жатқан Доглас Маккернейнді қазақтың жаңағы шапқыншылары екен деп. Себебі о заманда қазақтар үркін-қорқын заманда Тибеттің ауылдарын шауып алып, азық-түлік алып отырған. Соны шошақ бөріктіні көргенде алады да, бұл шапқыншы екен деп атып тастайды. Артынан ол Доглас Маккернейн болып шығады. Сөйтіп Доглас Маккернейн Америкаға тиісті хабарын жеткізе алмай, Оспан батырлар қарусыз, көмексіз қалып, ең соңында бүкіл шығыс Түркістанның жаңағы халықаралық жағдайда осындай трагедиялық жағдайға ойысу содан болады. Ал енді әлемдік геосаяси жағынан алғанда, сол замандағы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Американың демократтары коммунистерге бет бұрды. Коммунистерге жан ашты. Олар тіпті Мауды Совет одағынан бөліп аламыз деген ойда болды. Мау да Америкаға емексіткен жылымық саясат қолданды. Тіпті Мау Чан Кайшиді сындап, Чан Кайшінің дара билеушімен шіріктесуін сындап, егер Чан Кайши рұқсат беретін болса, коммунистер баяғы қарулы күрес идеологиясынан бас тартып, сталиндік
лениндік тіпті маркстік тек қарулы күреспен билікке келу деген стратегиялық принциптен бас тартып біз парламенттік сайлауға қатысамыз деді. Ол сөзі Таймсқа шықты Америкадағы. Ең соңында сол Маудың осы тәтті сөзі Американы алдады. Америка Мау ана Маркстен келген, Ленинге жалғасқан тек қана қарулы төңкеріспен мемлекетті аламыз деген осы бағыттан гөрі мынау демократ екен, бұл сайлауға қатысса, онда Франция компартиясы, Италия компартиясы сияқты көп партияның біреуі болып қала береді. Демек коммунизм жаңағы Қытайда өсті бейбіт жолмен коммунистік, дара билеушілік, диктатуралық жаңағы радикалдық бағыттың алдын аламыз деп алданды. Біліп не білмей алданды. Сол алданғаннан мол алданып, Мауды қолдап, жанкешіге деген қолдауды азайтады. Сөйтіп тұтас Қытай коммунизмнің, социализмнің, яғни коммунистердің темір-тегеуріне түседі. Сөйтіп Қытайдың сол замандағы 500 миллион халқы міне 70 жыл болды, міне бір ғасырға таяды. Сол сатанистердің, радикал коммунистердің тепкісінде жасап келе жатыр. Ал Совет одағы әлі осы күнге дейін міне қазіргі Путиннің жүйесі де, қазіргі Назарбаевтың жүйесі де сол коммунистік жүйе. Нұр Отан деген өтірік партия, шын мәнінде ол нұр коммунистік партия. Совет одағындағы коммунистік жүйеден құтылған тек Латвия, Литва, Эстония осы үш балтық елі, одан кейін міне Грузия менен Украина құтылды. Осы 5 мемлекет шын мәнінде тәуелсіз мемлекет, ал қалған елдердің барлығы коммунистік ел. Қырғыздар Орта Азияның демократиялық аралы болып тұр. Оларда парламенттік жүйе қатты жұмыс жасап тұр. Бірақ қырғыздың жаңағы атқамінерлерінің саяси сауатының төмендігінен олар қайта-қайта Мәскеуге жалтақтап Путиннің ықпалынан шыға алмай жүр. Ал қырғыздар Путиннің ықпалынан шығып, депутаттар жемқорлығын, парақорлығын, жаңа мәскеушілдігін қойса, онда Қырғызстанда сол Латвия, Литва, Эстония және Грузия, Украина сияқты демократиялық елге айналады. Қырғыз қазір екі аяғымен екі жақта қатар тұр. Радикалдық коммунистік бағытпенен демократиялық прогрессивті бағыттың ортасында тұр қырғыздар. Ал Қазақстан, Белоруссия, Ресей деген енді ол емі жоқ, аурумен ауырған, рактың соңғы басқышында тұрған таза дара билеушілік, диктатуралық коммунистік режиммен басқарылып тұрған елдерге жатады. Заң жоқ, еркіндік жоқ, сөзге еркіндік жоқ, тілге еркіндік жоқ, қоғамда әділет жоқ, экономика, финанста әділет жоқ, билік тек бірнеше отбасының қолына шоғырланған, осындай патшалық, феодалдық, тіпті радикалдық, экстремистік жүйеге жататын, адамзатқа қарсы қылмыстық топтардың билеуіне түскен ем қонбайтын, былайша айтқанда, елдерге жатады бұл елдер. Ал Оспан Батырдың күресі шын мәнінде анығында ұлт азаттық күресі. Оспан Батыр туралы батыстың зерттелмендер жазғандай, Оспан Батыр кешегі Атилла, кешегі Шыңғыс қаған, Бумын қаған сияқты, ол осы заманның нағыз көкжалы деп жазғандай, Оспан Батыр сол кезде шын мәніндегі ол Америкамен, яғни дүниедегі ең демократиялы елмен одақтасқан нағыз кемеңгер, нағыз әулие, нағыз көреген саясаткер, батыр қолбасшы болған адам, үлкен саясаткер болған адам. Сондықтан нағыз ата жұрттың азаматтары мына сұхбатты көбейтіңіздер, халыққа үгіт насихатты көбейтіңіздер. Тұрақты түрде осы Оспан Батырдың күресі, мынау империялар ортасындағы қазақ халқының тағдыры, мынау батысын орыс жаулап алып, шығысын Қытай жаулап алған, екіге бөлініп қалған қазақ жері туралы Шығыс Түркістан деп аталатын қазір мәжбүрлі түрде. Анығында Іле, Алтай, Тарбағатайдың бір бөлшегі, яғни жер жанаты Жетісудың шығыс бөлшегі қазіргі Іле өзенінің басы жатқан жер. Мынау Майлы, Сауыр, Тарбағатай, Жайыр, осы мына Қазақстандағы Тарбағатайдың шығыс бөлшегі, Алтай, Қазақстандағы Алтайдың шығыс бөлшегі. Осы жерлер туралы ана Буратал, Санжы, Баркөлге дейін, Мореға дейін осы жер кешегі Қабанбай бабамыздың ізі қалған жер, Абылай ханның Аңырақай шайқасындағы соңғы шайқас болған жер, біздің ұлт азаттық күресіміздің ең бір қайнар көзі болған, қазақ жерінің ең шұрайлы жер кешегі Үйсін патшалығының ордасы тігілген осы жерлер туралы тарихты біз қазақ баласының құлағына құя беру керекпіз. Неге? Бұл біздің ұлт азаттығымыз үшін керек. Шын мәніндегі ұлт азаттығымыз үшін керек.
Сондықтан нағыз ата жұрттың азаматтары осындай тарихи ақпараттарды көбірек айтып, мына қазақты қайта қарту күресіне атсалысыңыздар. Сұхбатты көбейтіңіздер. Мен мына шетелдің журналистерімен, шетелдің ақпараттарымен жұмысымды жасай берейін. Мынау интеллигенциялармен, абыз ақсақалдармен осы ақпараттарды сөйлесіп көтеріп, неше түрлі формамен видео, аудиолар арқылы көтеріп, мынау Қазақстанда жатқан Қазақстанның төлтума қазақтары да, Қытайдан көшіп келген қазақтар, 60-59 жылдары Қытайдан келген қазақтар, солармен сұхбаттасып, солармен әңгіме аудиоларды салып, мына қазақтардың жастарының назарын шығысқа бұра беру керек. Ертең Қытай құлайды, тасталқан болады. Қазақтың шекарасы ашық жатады. Сол заманда қазақтың жастары мынау ата-бабаның аманатын арқалауға дайын тұру керек. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Америка құрама штаттарының Нью-Йорк шаһарынан.